мінекей манағы линияны тоқып алдық, соединительный петлямен тоқимыз деген едік қой. Мінекей мына жерден соңын аяқтадық соединительный петлямен. Біздің мінекей мынау 3 орам жолақ узорымыз бітті, және де мінекей мынау соединительный петлямен тоқыған линиямыз да бітті. Енді біз мынау басын тоқуды бастаймыз. Аяқ киімнің бас жағын. Енді сіздерге айтатын, мысалға менде 36-37 размерге тоқылып жатыр. Яғни мына басынан мен 10 петля алам. Егер де сіздің аяғыңыз осы басынан жуан болатын болса, мына жерде үлкен болатын болса, мына жерде жаңағы өкше бәшбайын шығып кететін жерлер болады. Қазір сондай көп соло болатын болса, мына жерлер сізге кең болу керек қой, басы қыспайтындай болу керек. Онда размерге қарай, егер де 39-40 болатын болса, 10 емес 12 алып, одан жоғары 41-42 болса 14 алып деген сияқты. Мына жерден бастапқыдан солай бастаймыз. Аяққа ыңғайлы тұру үшін негізі мына 5-тен бастасақ, мінекей алды әдемі шығады. Мына жерлерді есептеп көресіздер ғой. Осы мінекей доғал болып, былайынан неғып тұрған, еңкейіп тұрған, қисайып тұрған жерін қарап аласыз да, осы бойынша золотая середина деп сонысын тауып аласыз, өзіңізге ыңғайлы қылып. Егер де мен олай істей алмаймын, есептеу білмеймін дейтін болсаңыз, бірінші рет тоқып жатырмын дейтін болсаңыз, егер де тура мына подошваны алатын болсаңыз, бұнда бәрі белгіленген. Байқап тұрсыздар ма? Мынау ортасы белгіленіп тұр. Тура ортасы қайда? Мінекей мына жерден жаңағы тура мына ненің аяқтың ортасы басталатын жері, мына жағынан ортасы қай жағында, мінекей бәрін көрсетіп қойған. Егер де сізде басқа подошва болатын болса, онда осылайынан есептеп ала бересіз. Мінекей мынаны аласыз да, осы аралықты алып, осы аралықты мына жерді өлшеп көресіз сызғышпен, сосын тура соның ортасын тауып аласыз. Сызғышпен бөліп ортасын табасыз да, сол ортадан, мінекей бізде мынау ғой ортасы, осылай жоғары қарай крючогыңызды түсіресіз да, міне бізде ортасындағы петля тура мынау болып тұр. Мінекей ортасындағы петля тура осы болып тұр. Мінекей тура ортасындағы петля. Енді қараңыздар. Бізге осы ортасындағы мынаны қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 5-ші тұрған петляға крючокты саламыз. Әрі қарай аяқ киіміміздің алдыңғы жағын тоқуды бастаймыз. Мінекей 5-ші петляға салдық қой. Одан кейін бір воздушный петля. Мінекей тоқып алдық. Одан кейін әрі қарай былай қарай жалғастырамыз. Яғни мынау ортасынан былай 5 болса, 5 келді ма? Мына жаққа қарай 5 болады, 10 болады. Сонда 10 петля, общий 10 петля тоқимыз. Қазір мінекей мынау біріншісі тоқылып тұр, воздушный петля тоқыдық. Мына жіпті осылай ортасынан салып жіберіңіз. Міне екінші петляны келесі петляға крючокты кіргіземіз да, жіпті тартып шығарамыз. Мінекей мынау ортасында қалып қойды, көрдіңіздер ғой. Осыны ортасынан қалдырып отырып тоқисыз. Сол кезінде ол ортасынан тоқылады да, әр жағында білінбей кетеді. Егер олай істей алмаймын дейтін болсаңыздар, онда қалдыра беріңіздер. Мына жағына қалдыра беріңіздер, бірақ әрі қарай мына үш жағынан кіргізіп ол жіпті жасырып тастау керек. 1, 2, 3. Воздушный петлямыз бірінші петля болып есептеледі. 4. 5. 6. 7. 8. 9 бізде. 10. Қараңыздар, мінекей біз тура ортасынан 10 петляны тоқыдық. Енді былай қарай 11-ші петляны біз 11-ші петляға крючокты кіргіземіз да,
Бұны тоқымаймыз. Столбик қылып бұны соединять етеміз. Манағыдай тоқымай біріктіреміз. Соединять еттік. Енді аяқ киімімізді осылай қайырып аламыз да, енді артқа қарай тоқитын боламыз. Мына жібімізді өткізіп аламыз. Мысалға, мынау жаңағы ең бірінші тұрған петля тұр ғой, соединять етілген, ол тоқылмайды да, мынау екінші петлядан бастап тоқылады. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, оныншы манағы воздушный петля бар ғой, соған кіргіземіз. 10-шы тоқылды және 11-шіге соединять етеміз, жаңағыдай. Мінекей, тоқылып тұр ғой. 10 тоқылды, енді 11-ге соединять етеміз. Біріктіреміз, яғни. Кірмей жатыр. Осы жерлерін түсініп алсаңыздар, әрі қарай осы схема қайталана береді. Мінекей 11-шіге соединять етіп алдық. Енді 12-ші петляға да соединять етеміз. Соединять еттік та. Енді қайтадан былай қарай тоқимыз. Мына жерде де солайынан 2 петля соединять етеміз де, артқа қарай қайтамыз. 2 петля соединять етіп, артқа қарай қайтамыз. Енді ол жерде біріктіргеннен кейін қалай болады? Мінекей біз 2 петля соединять еттік қой, біріктірдік қой, Енді сол екінші біріктірген петля тоқылмайды да, мына өзі шығып тұрған. Мына біздің крючогымыз петля шығып тұрған. Жаңағы ең бірінші жаңағы біріктірген петляға тоқимыз. Мына жерлерде шамалы тартып тоқисыздар ғой. Сол кезде бізде мынау алдымыз өзі мискасы шыға береді. Әрі қарай санап керек емес. Осылайынан екі жақтан 2 петля біріктіріп отырып, біріктірілген екінші петляға тоқымаймыз, бірінші петлясына тоқимыз. Қайтар жолда мінекей мен қазір сіздерге көрсетемін. Соңына дейін тоқиын. Мынау бізде соңғы петлямыз. Тоқылды, Енді осыдан кейін қараңыздар. Мына жерде байқасаңыздар, манағы мынау линия бар ғой. Бұл линияға тоқылып жатқан жоқ. Линияның үстіндегі мінекей мына петляларға тоқылады. Мына линия бізде өзі қалу керек, осылай әдемі болып. Әдемілік үшін қалып жатқан нәрсе. Мінекей біз соңына дейін тоқыдық та, енді астыңғы жағында тұрған мінекей мына петляға, мынау шығып тұрған петля емес, мінекей. Мынаған тоқымаймыз, мына қасындағы петлясына, соған мұқият қарайсыздар ғой. Мінекей бір петля, бірінші петлясын біріктіріп жатырмыз. Біріншісін өткізіп алдық, біріктіреміз. Енді екіншісін біріктіреміз. Келесі петляға екіншісін соединять еттік. Мінекей, одан кейін аяқ киімді қайтадан қайырамыз да, әрі қарай келесі қатар тоқимыз. Яғни обратно қатар. Онда да мінекей жіпті тарттық. Қараңыздар, мынау тұрған бірінші петляға тоқылмайды, мынау екіншісіне тоқылады. Жібіңізді алға қарай қайырып аласыз да. Жіпті алға қайырдық. Екінші петляға мінекей крючокты кіргіземіз. Әрі қарай столбик без накида тоқимыз. Осылай жалғастыра береміз, қыздар. Әрбір қатардың соңында 2 петля
біріктіреміз. Біріктірген екінші петля тоқылмайды, бірінші петляға тоқып, әрі қарай келесі қатар басталады. Тура осылай мынау қатарда тоқыған кезімізде біріктіргенде былайынан қойып алып, мына сыртқы жағынан біріктіреміз, әдемі болу үшін. Ал мына жақта осылай тоқып келіп біріктіреміз, яғни екі жағында да сырт жақтан былайынан біріктіретін боламыз. Мінекей қараңыздар. Мен сіздерге мынау екі қатарды көрсеттім ғой. Енді бұл тура осылай жалғасып кете береді, яғни мінекей тура мына жерге дейін біз тура осылай тоқи береміз. Ол дегеніміз бізде неше қатар? Қазір санаймыз. Мынау бізде жаңағы 10 петляны іліп алған қатар ғой. Бұл жер енді саналмайды, өзі тура осылай көрініп тұрады. Мінекей мына жерде де көрініп тұр. Мынау жаңағы наборный ряд, Енді мынау мысалға бізде бірінші жолақ. Бұл жерде енді қатар болса, ол екі қатар болады да. Бір жолақта екі қатар, яғни мынау законченный вид біткен, аяқталып тұрған түрде бұл бір жолақ. Бір жолағымыз бізде екі қатар. Енді сіздер қатар санамайсыздар да, тек осы жолақты санайсыздар. Сол кезде оңай болады. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 жолақ тоқимыз осылайнан. Мынау общий саны, жалпы саны 21. Яғни біз 21 жолақ дегенің ол 42 қатар. Енді қатар санамаймыз. Мынау оп-оңай жолағы өзі бөлініп тұрады сіздерге. Мінекей поля-поля өзі былайынан бөлініп тұрады. Ешқандай да қиын емес. Тура жаңағы мен айтқандай, мінекей мына жақтан екі петля соединять еттік та, мысалға мынау біріншісі, екіншісі біріктірдік. Мынау біріктірген екіншісінде біздің петлямыз тұрады. Бұған тоқымаймыз да, мынау екінші петляға тоқимыз да, келесі қатар басталады. Тура солай қатарды аяқтайсыздар да, мына жерден де мінекей 1-2 петляны біріктіресіздер. Аяқ киіміңізді қайырып аласыз да, мінекей біріншісіне тоқымай, мына жағында тұрған екіншісіне тоқып, осылайнан туда обратно 21 жолақ тоқимыз. Сол 21 жолақ тоқып болғаннан кейін қыздар кездесеміз. Айта кететін жайт, тоқып жатқан кезінде асықпаймыз қыздар. Мінекей мына жерден көрінсе көрсете қояйын. Мысалға мына жерде қараңыздар. Мынау соңғы петля бізде мына жерге бірігіп тұр, соединительный болып тұр. Өзі соңғы соединять еткен петля өзі мінекей осылай ашық болып көрініп тұрады. Мысалға сіздер мына жерге қазір тоқисыздар да, тоқып болғаннан кейін бірінші петляны мына жерге біріктірмейсіздер, мынаған біріктіресіздер. Яғни мынау петля уже жұмыста болған петля, жұмыста рабочий петля болып тұр да, ол тоқылмайды, біріктірілмейді оған. Мынау келесісіне біріктіріледі. Мінекей мынау келесі 1, 2, осы 2 петляға біріктіріледі. Тура осылай жаймендеп екі жағын бірдей қылып, яғни сіз мынаған біріктіріп қойып рабочий петляға, мына жағынан не рабочий петляға біріктірсеңіз, екі жағы бірдей болмайды. Яғни мынау жолағыңыз былай қисаяды или былай қисаяды. Қисайған кезінде мына жақта уже келмей қалады. Мысалы сіз мына жерге дейін тоқып келдік та, одан кейін біз мына тілін тоқуды бастаймыз. Тіл тоқып болғаннан кейін мінекей мына екі жағын бастаймыз ғой, екі қанатын. Сол кезде мынау екі жағы тең болмайды да, біз мынаны до конца тоқып келген кезімізде мынау жерің мысалға біреуі былай тұрса, мынау жағы сәл артқа тұрып қалады, сөйтіп қисық болып қалады мынау. Сондықтан да тоқыған кезінде екі жағына прям маркер қойып отырсаңыздар болады. Яғни сіз бастаған кезіңізде мына жерде екі петля біріктірілді ғой, сол екінші біріктірілген петлядан былай бір петляға маркер қойып отырсаңыз болады. Бірақ маркер сізде өзі көрініп тұр. Мынау уже жұмыста тұрған петля болған емес, мынау бөлек өзімен өзі тұрған екі петляға біріктіріледі. Тура солай біріктіріп 21 қатар тоқимыз қыздар. Сол 21 жолақ, кешіріңіздер, сол 21 жолақты тоқып болғаннан кейін келесі видеода кездесеміз.